Көк шайдың ағзаға тигізетін пайдасы мол. Оның құрамында бағалы заттар өте көп. Соның арқасында антиоксидант ретінде жоғары бағаланады. Көк шайды жиі ішетіндердің терісі де таза, ағзасы да белсенді жұмыс істейді. Әсіресе суықтап ауырған кезде көк шай ішсеңіз, іштегі токсинді шығарып, зат алмасуды жақсартады, әрі суыққа қарсы ем болады. Аталған сұйықтық ағзаға күш береді, бойдағы қорқынышты жеңеді, депрессиядан арылтады, ұйқыны реттейді. Сан түрлі дертке дауа болатын шайды мейлінше таңертең ішкеніңіз дұрыс. Иод және фтор элементінің қайнар көзі саналатын көк шай несеп айдайтын, ісікті кетіретін, ағзадағы артық суды шығаратын, несеп жолдарындағы ауруды емдейтін қасиетке ие. Көк шайдың бір емес бірнеше дертке дауа болатынын білдік. Ал ең керемет дәрі ретінде қан қысымын реттеу үшін ұсынылады. Қан қысымын қалпына түсіретін ең арзан әрі ең пайдалы ем көк шай екенін біле жүріңіз. Сұйықтық жүрек пен қан тамырларының жұмысын жақсартады. Аз мөлшердегі шай қан қысымын түсіріп, тамырларды май басудан қорғайды. Көк шай тамырдың серпімділігін арттырады, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді, ал бұлар қан тамыры мен жүрек жұмысының кенеттен нашарлауын алдын алады. Егер сіздің қан қысымыңыз көтерілсе, бір шыны көк шай ем болмайды. Тәулігіне 5 шыны шай ішу керектігін ұмытпаңыз. Шайды ұйқыға жатар кезде ішуге болмайды. Әйтпесе өзіңізді жайсыз сезініп, ұйқысыздық ауруына шалдығасыз. Ал құрамындағы полиферол бауырдың жұмысына кері әсер етеді. Белгіленген мөлшерден артығымен қабылдасаңыз, бастың сақинасы ұстайды, әрі бас айналуы мүмкін. Оған қоса сүйек те сырқырап ауырады. Жалпы көк шайдың пайдасы медицинада жоққа шығармайды. Алайда күннің алғашқы жартысында белгіленген мөлшерде ғана ішу керектігін ескертеді. Егер белгіленген мөлшерден артық ішіп қойсаңыз, асқазанның қышқылдығын арттырады. Сосын ешқашан аш қарынға ішпеңіз. Буыны ауыратындарға да көк шай ішуге болмайды. Көк шайды жиі ішетіндер жүрек, қан тамыры ауруларымен, кейбір онкологиялық аурулармен, диабеттің екінші түрімен, көп аурулармен ауырмайды. Көк шайдың пайдасы көп екенін білдіңіздер. Сондықтан көк шай ішіп жүріңіздер.